Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар. Кез келген елдің болашағы жас ұрпақтың қолында. Олардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына бірінші кезекте біз жауаптымыз. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ең өзекті мәселені көтерді. Ол қазақ әліпбиін латин графикасы негізінде реформалау мәселесі болатын. Елбасы ұсынған жалпы түркілік әліпби бүгінде кең қолданысқа енді. Міне, енді 2021 жылдан бастап мектеп табалдырығын аттаған кішкентай бүлдіршін латин графикасы негізінде жасалған жаңа әліпбимен қауышады. Қазақ тіл білімінің атасы, ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың әдістемесі негізінде жасалған жаңа әліпби латин қарпінде мектепке жол тартады. Ендеше әліпбиге ақ жол тілейміз. Балақай, қолыңдағы жаңа әліпби сенің білім көкжиегіңді кеңейтіп, биіктерге жетелесін.